Сәлем достар, 9 сыныптан Қазақстан тарихы бойынша 4 тоқсанның 90-дық жиынтық бағалауға арналған бөлімді қайталаймыз, талдаймыз. Сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып, білімдеріңізді толықтырып, түсінбеген сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. 20 ғасырдың басындағы Қазақстан бөлімі бойынша 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси процестерге баға береміз және қазақ зиялыларының қоғамдық рөлі мен қызметіне талдау жасаймыз. Ал Қазақстан тоталитарлық жүйе кезеңінде бөлімі бойынша 20 ғасырдың 20-30 жылдардағы әміршіл-әкімшіл жүйе саясатының зардаптарына тоқталатын боламыз. Бірінші тапсырма тесті тапсырмаларын орындау. 20 ғасырдың 50 жылдарының ортасында Қазақстанның солтүстігінде тілдік және демографиялық ахуалды өзгерткен процесті сұрап отыр. 1954 жылы балалар тың және тыңайған жерлерді игеру басталды. Осы тың жерлерді игеру арқылы астықты көбейту көзделді. Осы мәселені шешу үшін одақтас республикалардың түкпір-түкпірінен Қазақстанға көптеген ұлттар жіберілді. Әсіресе славян тектестер өте көп болды. 2 миллионнан астам адамдар келтірілді. Сондықтан да Қазақстанның солтүстігінде тілдік және демографиялық ахуал өзгерді. Қазақша тілдік орта азая бастады. Солтүстік халқы орыстана бастады. Жауабы тың игеру. 1917 жылы қазан төңкерісі кезінде тартып алынған жерлерді сұрайды. Жалпы 17 жылы патша үкіметі біздің Қазақстанды отарлап алған болатын және отарлау өте белсенді жүргізілді. 1916 жылдың өзінде қазақтардан 40 миллион жерді тартып алса, ал 17 жылы 45 миллион жерді тартып алды. Қазақстанда кеңес үкіметі орнағаннан кейін кеңес үкіметін нығайту және халықтың кеңес үкіметіне деген сенімін ұялату үшін бірқатар шаралар жүргізілді. Соның бірі Қазақстан қырғыз тілінде іс жүргізуді енгізу туралы декрет қабылданды. Бұл 1923 жылы қабылданды. 1971 жылы мектеп бітірушілерді қой шаруашылығына шақырған ауданды сұрайды. Яғни Қазақстан бұл кезде 15 одақтас республиканың ішінде қой шаруашылығы және қой өнімдерін өндіруден екінші орында болды. Көптеген совхоздар мен колхоздарды шаруашылықты механикаландырылды. Бірақ қой бағуға адамдар жетіспеді. Сондықтан Семей облысының Шұбартау ауданы осы жастарды қой шаруашылығына шақырды. Бұның жауабы Шұбартау. 4-ші сұрақ. 1980 жылы кеңес үкіметі экономикалық дағдарысқа ұшырады. Үкімет жоспарлы экономикадан нарықтық қатынастарға көшуге бет бұрды. Себебі одақтас республика басшылары экономикалық дағдарыстың себептерін жоюға бағыт ұстанды. Сөйтіп экономикалық даму бағытын нарықтық қатынастарға көшіру үшін меншіктің көптүрлілігін қамтамасыз ету үшін шетел инвесторларын тартқысы келді. Сөйтіп шетел инвесторларын тарту үшін Қазақ СССР-ның шетел инвесторлары туралы заңдарын қабылдады. 16 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінде қазақ халқының санының кемуі. 16 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихтағы ең бір ауыр кезең болды. 16 жылғы көтерілісте қазақ халқының көтерілісінің бытыраңқы болуы, ұйымдастырушылықтың жетіспеуі, қару-жарақтың кем болуы және оған қарсы патша үкіметінің тұрақты әскерінің соғысуы халықтың санын көтерілісті аяусыз басып жаншып, халықтың санын кемітті. Қазақ халқы осы көтерілістің нәтижесінде 500 миллион адамнан айырылды. 1998 жылы Қазақстан Республикасының президенті Бейсекбаевқа халық қаһарманы атағын берді. Себебі бұл кісі тұңғыш рет Ұлы Отан соғысы кезінде өз самолетіменен таран жасаған Масловтың командасында болды. Индустрияландыру кезінде Орал Ембі мұнайлы ауданын зерттеген академик. Жалпы индустрияландыру кезінде орталық өнеркәсіп үшін шикізат көздері керек болды. Сондықтан Қазақстанның табиғи байлықтары жан-жақты зерттелді. Орал Ембі мұнайлы ауданын Көпкен зерттеді. Көпкеннің мәліметі бойынша Орал Ембі ауданы аса бай мұнайлы өлке деп есептелді. 1927 жылы Түркістан-Сібір темір жолы магистралының құрылысы басталды. Оған 100 мың адам қатынасты.
Түркістан-Сібір темір жолы 1930 жылы уақытша іске қосылды. Айнабұлақ деген жерде солтүстік және оңтүстік учаскелер қосылды. Бірақ 1931 жылы тұрақты түрде пайдалануға берілді. Жауап 1931 жыл. Ірі қоғам қайраткері, экономист Смағұл Сәдуақасов кіші қазан бағытына қарсы Голошекиннің өзінің ұсынысын айтқан болатын. Бұл ұсыныс бойынша Қазақстанда тек шикізат көзі емес, өнеркәсіпті елге айналдыру туралы ұсыныс айтты. Бірақ бұл ұсынысы жүзеге аспады. Қазақстан шикізат көзі ретінде дамытты Қазақстанды, сондықтан ол күйінішпен айтқан сөзі Қазақстан отар болып келді және солай болып қала береді деген айтқан болатын. 1939 жылы қалаларда 375 мың адам тұрды, ал индустрияландыру кезінде Қазақстанда негізінен қарқынды жүргізілген бұл шикізат көздерін игеру. Себебі орталық аудандардың өнеркәсібі үшін Қазақстанның табиғи байлықтары тек қана шикізат көзі ретінде өндірілді. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданды. 1991 жылы желтоқсанның 10 күні Қазақстан менен Орта Азия республикаларының жетекшілері Ашқабадта бас қосты. Олар Ресейдің, Украинаның және Беларусьтың басшыларының Минскіде қабылдаған шешімдерін құптады. Сөйтіп, үлкен империя, КСРО деген империя құлады. Екінші тапсырма ұлт-азаттық көтерілістер туралы кестені толтыру. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің жетекшілері. Жалпы 16 жылғы көтеріліс бүкіл Қазақстанның территориясын қамтыды. Әсіресе Торғай мен Жетісуда, Қарқарада көтеріліс қарқынды сипат алды. Торғайдағы көтерілістің жетекшісі бұл Амангелді Иманов, Жетісуда Тоқаш Бокин, Әшкеев, Қарқарада Жәменке, Мәметов және Ұзақ Саурықов деген адамдар болды. Жалпы көтерілістің шығу себептері ол тереңде жатыр. Біріншіден, патша үкіметі отарлау саясаты бұл кезде күшейді. Екіншіден, әлеуметтік теңсіздік те күшейді, шиеленісіп кетті. Жайылымдық жерлер тартып алынды. Тіпті 17 жылдың өзінде 45 миллионға жер, десятина жер тартып алынған болатын. Ал жалпы көтерілістің бұрқ ете түсуіне 16 жылғы 25 маусымдағы патша үкіметінің жарлығы себеп болды. Бұл кезде патша үкіметі 1914 жылғы бірінші дүниежүзілік соғыс жүргізіліп жатқан болатын, қара жұмысқа адам алу үшін осы жарлықты шығарды. 1917 жылғы оқиғаларға келетін болсақ, сахна төріне Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов бастаған алаш зиялылары шықты. Себебі бұл кезде монархия құлатылды. Монархия құлатылғаннан кейін осы патша үкіметінің қарамағындағы бұрынғы бұратана халықтар өзінің ұлттық автономия құру жөніндегі күресін бастады. 1920-30 жылдарындағы көтеріліс. Жалпы бұл кезде Қазақстанда ұжымдастырудың, яғни күштеп ұжымдастыруға қарсы бағытталды. Созақта, Батпаққарада болды көтерілістер. Оның басшылары Шолақов, Жақып деген адамдар болды. Күштеп ұжымдастыру мал санын кемітті, дәстүрлі шаруашылықты бұзды. Сондықтан елде ашаршылық орын алды. Халық көтеріліске шықты. Мысалы, ұжымдастыру қарсаңында Қазақстанда 40,5 миллион мал болса, ал 33 жылы 1 қаңтарда ол 4,5 миллион мал қалды. Бұл халықтың дәстүрлі шаруашылығын бұзды. Көтеріліске шыққан адамдарды кеңес үкіметі басып жанышты. Үшінші тапсырма: деректі қолданып сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл мәтінді оқып аласыздар. Бұнда ЖЭС туралы сұрақ бар. ЖЭС дегеніміз не? 1918 жылы азамат соғысы және шетел интервенциясы кезінде әскери коммунизм саясаты орнаған болатын. Енді соғыс аяқталғаннан кейін әскери коммунизм саясатын жойып, оның орнына жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылданды. Қазақстанда жаңа экономикалық саясатты жүзеге асырудың негізгі белгілері: азамат соғысында енгізілген азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен ауыстырды. Сондай-ақ жерді жалға беруге және алуға, жалдамалы еңбекті қолдануға рұқсат етілді. Ауыл шаруашылығы несиесі мен тұтыну кооперациясын дамыту көтермеленді. Сондай-ақ ұсақ кәсіпорындар жеке адамдарға немесе кооперативтерге жалға берілді.
Ал жаңа экономикалық саясаттың нәтижесінде орын алған өзгерістер, бұлар жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі жойылды. Мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылық есеп жүйесіне көшірілді. Достар, менің видеома лайк басып, комментарий жазып, сұрақ қойыңыздар. Мен сіздерге тегін білім беріп отырмын. Білімдеріңіз көтерілді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.